Тақияға қатысты лайфхак өзімнің тіккен тәсілім. Басымның өлшемі менікі 52 сантиметр болды, радиусы 9,3, биіктігі 5 сантиметр қылдым. Жаңағы бірінші өлшеген бас өлшемдеріңізден радиустарыңызды алсаңыздар болады. Алдымен фетрге кесіп алдым. Фетрден радиусының өлшемін тауып алдым. Ол үшін осылай басының өлшемін, мысалы 52 сантиметр ма, солай өлшеп алып, біткен жермен бастапқан жерінен точка қойып біріктіреміз. Сөйтіп теріс жағын аударып, паутинка жабыстырып, матасын жабыстырып үтіктейміз. Мен так матасын пайдаландым, өйткені жилеткам так матадан болғаннан кейін соған подсвет қылып, алды артын үтіктеп, керек емес жерін кесіп алып тастаймыз. Енді биіктігін дәл солай паутинкамен үтіктеп алыңыз. Мен матамды 10 сантиметр қылдым, өйткені 5 сантиметр ана болса. Егер сіздер биік қаласаңыздар 6 сантиметр болмаса, матаңызды 12 сантиметр қыласыз. Осылай ішкі жағына қайырып үтіктеп алдым. Сонда әдемі көрінеді. Енді тігу көрсек, міне, менің пайдаланатын жібім леска, яғни тюль тігетін жіптер бар ғой, сондай жіптер. Оны зигзагтап тіккен кезде дым көрінбейді тақиядан. Қазір көресіздер. Артық жіптерін кесіп тастаймыз. Міне тақиядан вообще көрінбейді. Енді үсті жағын біріктіріп тігіп аламыз. Осыдан тақиямыз дайын. Бұл жіппен жұмыс істеген қиын екен, шатасып қала береді. Міне тақиямыздың жіп көрінбейді. Осымен тақиямыз дайын. Қалаған әшекейлеріңізбен сәндесеңіздер болады.